тильданы аштық. Тильданы ашқан кезде мынау біздің өзіміздің рабочая страницамыз. Тильдадан войти деп кіргеннен кейін енді біз осы жерден проект создавать етеміз. Ол үшін создать новый сайт дейміз. Ана жерге біз жаңа проектіміз жасайық. Мысалы біздікі zero блок болсын. Яғни осымен жұмыс жасап үйренеміз. Атын кез келген ат қоюға болады. Мына біздің ішіне кіріп кетті. Мысалы артқа қайтсақ көрсек болады. Мына zero блок деп тұр. Ішіне кіреміз де создать новую страницу дейміз. Мына жерден біз шаблондар таңдасақ болады. Или жай ғана пустая страница деп біз пустая страницаны таңдаймыз. Енді бізде қазір ашылды. Қарасаңыздар, ештеңе жоқ. Осы жерде қараңыздар, астында мысалы все блоки, обложка, заголовок әртүрлі бар. Біз ең соңында zero деген таңдаймыз. Таңдаған кезде бізде өзі жаңа по умолчанию дейді ғой, by default бір нені страницаны шығарып берді осылай. Бұл дайын түрі. Бұл осылай жұмыс жасалмаған түрі. Мысалы бүйтіп қарайтын болсақ, телефонның мына версиясы мынандай, әлі ештеңе істелмеген, осындай дайын түрі. Енді біз оны редактировать етіп қазір өзгертеміз. Бірінші таңдысы болады. Zero блокпен жұмыс жасаған кезде страницаның үстін бассаңыздар, мына жеріне редактировать блок дейді. Яғни блок деген мынау өзі бір блок. Мысалы тағы да блок қосатын болсақ, мысалы плюс тестерді, мысалы мына жерден әртүрлі дайындардың да болады, немесе zero мен нулевой блок деп десеңіздер, тағы да мына блок. Яғни осындай бір блок, екі блок солай кете береді. Қатарына қанша блок создавать етсеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Әрқайсысын жеке-жеке редактировать етесіздер. Керек емес, керек сосын оны өшіріп тастай саласыздар, удалить деп. Редактировать блок деп басамыз. Енді қараңыздар, мына жерде мынау дөңгелек, ол әртүрлі заттар қосу, яғни текст, сурет, shape, фигура, кнопка, видео, подсказка, HTML код, форма, сосын слайдер. Осындай заттар қосуға болады. Ал мынау бұл компьютерде қалай көрінеді, планшетте былай қисет айтқанда қалай көрінеді, планшет, телефон, бәріне арналған, яғни сайт жасаған кезде әрқайсысын көре аласыз, қай устройстводан қалай көрінетінін. Ал мынау save деген сақтау, close деген жабу. Сіз әрбір өзгерткен кезде сақтап отырасыз оны, и сақтағаннан кейін жабасыз. Мысалы close десеңіз, қайтадан өзінің мынау жаңағыдай бұрынғы түріне келеді. Ал именно жұмыс жасаған кезде редактировать етіп жұмыс жасаймыз. Мынау сұрақ белгісі, өзіңіз zero блок бойынша түсінбеген жерлеріңіздің бәріне мынау өзінің дайын кітаптар бар, содан қарасаңыз да болады. Ал мына жерде әртүрлі жаңағыдай функциялар. Бірақ ең жақсы тильдамен компьютермен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Мен қазір планшетпен істеп отырмын. Компьютерден істесеңіздер, арнайы командалармен, клавиштармен тез жасай аласыздар. Settings, настройкалар көп, барлық затты settings-мен істейміз. Мысалы мынау өзі қазір осы страницаның, жалпы мынау тұрған страницаның несін көрсетіп тұр. Настройкаларын Біз енді бұл жерде әртүрлі именно бір элементтің үстін басып, соның настройка ашады. Мысалы қараңыздар, битсек, zero блок деген үстін бассақ, қазір көк болды, ашық көк. Енді сайт настройкада именно осы настройка шығады. Мысалы келесі мынаны насамыз, мынаның настройкасы. Осылай әрқайсының настройкасы үстін басқан кезде темно-синий емес, ашық синий болып боялса, яғни солың настройкасы болып тұр деген сөз. Ал ешқайсысын қоймай әшейін пустой жерге бассаңыз, мынау страницаның өзінікі деп тұр. Бүйтіп өздеріңізге ұнаған нәрсені жұмыс жасасаңыздар болады. Енді мен қазір түсіндіріп кетейін. Мыналардың бәрін кішкене өшіре тұрайын. Өшірген кезде actions деген жерден delete деп басып өшіре бересіздер.
копия жасауға болады, немесе өзгермей тұрсын деп блок жасап қоюға болады, яғни блокқа қойып қоюға болады. Міне бізде қазір пустая страница болды. Енді қараңыздар, мына жерде мынандай сызықтар көріп тұрсыздар, міне сызықтар, бұлар grid деп аталады. Яғни grid деген ол арнайы контейнер. Мысалы 12 гридтан тұрады. 12 деген 1200, мысалы 1200 пиксель. Яғни әр грид 100 пиксельден. Компьютердікі обычно 1200 пиксель болады. Мысалы мына grid контейнер деп тұр ғой, мына сызық. Қараңыздар, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерден 9, 10, 11, 12, мына 12, яғни сіздер қараңыздар, мынау сетка бұл өзгермейді. Мысалы планшетте де бұл размері өзгермейді, тек қана мынау страницаны, яғни ақ болып тұр ғой, ол жаңағы window, яғни терезенің. Мысалы компьютердің несі кішкентай, андай экраны. Экраны қараңыздар, компьютердің экраны болып тұрған, экран ол window деген сөз. Ал мына grid деген ол өзгермейді. Мысалы мына телефонда мына 4, яғни 400 пиксельдің ар жақ бер жағы. Қарасаңыздар 320, 480, яғни 480, яғни 4 грид. Ал мынау планшетте үлкенірек. Мысалға 960, 8 немесе 9 грид бар. Міне 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Мынау компьютерде одан үлкен, сол сияқты. Grid деген сол. Ал Windows деген ол экран, яғни білесіздер, компьютердің экраны үлкенірек, планшеттікі кішкентай, телефон мүлдем кішкентай. Сіздер енді осы, мысалы ақтың ішінде сіздер элементті қойсаңыздар, компьютердің көрінеді. Мысалы телефонда бір элементті алып, мысалы бір кнопка, мысалы телефон мына жақта тұрса, ол телефон мына бетті ғана көрсетеді, ал мына жетті көрсетпейді. Сол үшін именно осындай телефонның ішінде тұру керек деген сияқты. Кейін жұмыс істеу барысында көрсетемін, тағы да түсіндірем. Осы жерде тұрайын. Енді элементтермен танысамыз. Қандай элементтер бар zero блокта? Міне бізде мына жерде плюс деген жерде түрі. Бірінші текст. Кез келген текст. Бұл тексттардың жазуының өзіңізге қалаған жазуыңыз жазуға болады. Мысалы компьютерде мысалынан қара zero блок деген орным өзіңіздің ұнатқан сәлем, мысалы қазақша шрифтпен бәрін жазуға болады. Өзіңіздің бір қалаған жазуыңызды жазып, соны ары қарай редактировать етіп, түсін өзгертуге болады, шрифтін өзгерту, жирность бәрін өзгертуге болады. Мысалы, мына сәлем деген алдық. Бұл қараңыздар, мына жерде element settings, мына жерде осы жазу бойынша бүкіл настройкалар тұр. Мысалы, мынау центрде орналастыру, яғни мынау терезе бойынша, экран бойынша. Мынау асты жаққа қою. Үсті жаққа, мынау асты жаққа, мынау оң жақ, сол жаққа, мынау оң жақта, мынау ортада деген сияқты. Мынау жаңағыдай оң жақ, сол жақ, орта, оң жақ. Ал мынау асты, үсті, ортасы, асты деген. Осы бойынша қойсаңыздар болады. Мысалы, маған екеуі жағын центрге қою керек, немесе сол жақ центрде болу керек. Мысалы, сол жақ центрде болу керек деп бассаңыздар қойып береді. Немесе сол жақ жоғарыда тұру керек деген сияқты. Ал мынау X, Y деген бұл координата, яғни координатаның басы. Мына жерде қарасаңыздар, кішкентай плюсик тұр. Осыдан басталады координата. Мысалы, мен мына жаққа қарасам, 540-та 375, яғни осы координатасы орналасу математикадағы, графиктағыдай. Ал мынау W деген weight, ол размері. Міне, размерін былай үлкейтіп кішірейтсеңіздер болады. Мынау енді left, center, right, ол жазудың жазуы. Мысалы, біз қазір мынаны алайық. Create your own block from scratch дейді. Осыны алып қараңыздар, центрге қойсаңыз, Word-тағыдай, орта жақ, right, оң жаққа қарай, left, сол жаққа қарай. Түсін де өзгертуге болады. Түсін, мысалы, сәлем деген қоюды алайық. Қазір мен планшетпен отырмын, себебі скрин жасағанға даусым дұрыс шықсын деп. Негізі ноутбукта жасаған өте ыңғайлы. Мысалы, мынау цветін. Мына қарасаңыздар, біріншісі түсін көрсетіп тұр, екіншісі решеткамен сандар тұр. Бұл санның кодын. Егер сізге бір белгілі бір түс керек болатын болса, палитрадан, мысалы, палитра шығады ғой. Қыз көрсетемін.
мынандай палитрада мысалы қарасаңыздар кодтар өзгеріп жатыр үстінде. Яғни әр түстің өзінің коды болады. Немесе өзіңіз палитраны таңдап алсаңыз болады, немесе кодын жазсаңыз да сол түсті береді. Мысалы біз кез келген бір түс қоя аламыз. Size ол мынау несі шрифттің үлкендігі, кішкентай немесе үлкен қоя бересіздер. Мынау шрифттің аты, мынау өзі бары 3-4-еу, бірақ қаласаңыз бұдан да көбін телдан настройкасы арқылы қосуға болады. Мынау базовыйлар. Мынау weight деген бұл жирный, немесе жаңа средний жирный, полужирный, то есть мынау жаңағыдай жирный емес, әртүрлі таңдай аласыздар. Мынау spacing деген мынадай қараңыздар, мына жерге 2 қатар тұр ғой. Мысалы қараңыз, мына 3 қатар тұр, 3 қатардың спейсингді үлкейтсеңіз аралар үлкейеді. Немесе былай жақындатуға да болады. Ал мынау әріптердің арасын үлкейтеді. Немесе бүйтіп бір-біріне жақын тұрады, немесе үлкейтсе болады. Мынау барлығы үлкен әріппен, мынау бірінші әріпі үлкен әріп, қалғандары кішкентай, мынау барлығы кішкентай әріппен. Opacity деген ол прозрачность. Мына қарасаңыз, темный, черный болып тұр ма? Мынаны былай кішірейтсеңіздер не болады? Прозрачності түсіп, мысалы мынау мүлдем көрмейді, 0. Мынаны өзіңіз 100-ге дейінгі 0 мен 100-дің арасында кез келген мәнмен прозрачность өзгерте бересіз. Rotate деген айналдыру, мынаны градустарға айналдырасыз. 90, 135, 270. Өзіңіз таңдап ауыстыруға болады. Градусын arrange деген ол мынау не? Мысалы бірнеше элемент тұр, мысалы мына жерде фигура тұр, мына жерде сурет тұр. Енді осының ішінде сіз мына сөз ең астына жіберу үшін мынаны таңдайсыз. Мына астына, яғни қара астына жіберу. Суреттің астына түсу, немесе бәрін астына жіберу болса, бәрін астына кетті. Бәрін үстіне шығару. Осындай. Келесіне action мынау копия жасайды, мынау өшіреді, мынау лог, мысалы лог деп қойсам, бұны енді мен мысалы мыналарды өзгерте аламын, бірақ мына өзгерте алмаймын, себебі бұны өзгерту үшін мен логтан шығаруым керек. Қалғандары бұған link қойсаңыз болады, яғни link осы сөзді басқан кезде бір ссылкаға өтеді. Мына жерге бір өзіңіз жаңағы http деп ссылка қойсаңыз болады. Баттонды мен толығырақ көрсетіп кетемін. Келесі мынау tag деген бұл кейінірек үлкен сайттарға керек. Егер сіз бір страницалық сайт жасасаңыз, бұлар қажет етпейді. Келесі анимация кейін түсіндірем. Жалпы элементтермен танысамыз бүгін. Мұны тексті түсіндік. Енді тексттен бөлек бізде тағы да нәрселер бар. Ол келесі image деген ол сурет. Сурет міне осылай тұрады. Осы суретті үстін басып, мысалы мен ары өшіріп тастайын, керек емес заттарды. Мысалы қараңыздар, мынау сурет түрі. Осы сурет қоясыздар, енді осыған новый сурет жүктейсіздер. Мысалы мен аламын да settings кіремін, upload файл деймін. И алып, мысалы мына суретті қоямын. Мына қыздың суретін қойдым. Міне, ол қойылды. Енді бұны өзім қолмен кішірейтіп үлкейте аламын. Тура жаңа текст сияқты бұнда дәл осындай настройкалары бар. Бұл жерде прозрачності түсіп көтеруге болады, мысалы осылай сияқты. Барлығында тоже ссылка қоюға болады. Border бұл рамка. Рамка мысалы қараң сыртында біз мынандай рамка жасауға болады. Мысалы қызыл дейік, border size. Міне мен мына жерге border size қойдым, 20 деп қойдым, міне рамка шықты. Мысалы мынан рамканы түсін өзгерте бересіз. Былай кез келген осылай қойдық, немесе пипеткамен таңдауға болады. 20, мен түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Ал радиус деген мысалы мына жерге де мынандай радиус қойсаңыз болады. 20 қойсаңыз радиус, ол шетін дөңгелетеді. Қараңыздар, шеті дөңгеленіп, жаңа 4 бұрыш болып қалған жоқ. Радиус қойғанда ол шеті дөңгеленеді. Сурет таңдайық. Келесі
стильдерді қойсаңыз болады, мындай точка, именно рамка, немесе полностью, мындай бөлінген, немесе вообще ешқандай несіз, просто өзін. Zoom on, мынау жаңағы анимация сияқты, басқан кезде бүйтіп жаңағыдай жақындайды. Бұларды кейін көрсетемін. Міне суреттің тақырыбы осы. Енді мына жерде тағы келесі нәрсе, ол shape, ол фигура. Мысалы, 4 болып тұр. Осыны сіздер жаңағыдай бәрі настройка барлығы бір-біріне ұқсайды. Мысалы, shape'ке rectangle деген прямоугольник, 4 circle деген дөңгелек, line немесе линия қылып, былай бәрін алып өзгерте бересіздер. Мындай размерін кішірейтіп, қазір бәрін өзгерте бересіздер. Форманы тура жаңағыдай, бұның да өзінің настройкалары бар, тура жаңағыдай ссылка қоюға болады, рамка қоюға болады, және анимациялар қоюға болады. Келесі нәрсе, ол бізде button. Button деген кнопка міне. Бұның жерде мына әріпті сөздерін өзгертіп, настройкаға кіресіздер, настройка бәрінде бірдей. Caption деген бұл жазылуы, яғни сіз мына жерге өзіңіздің қалаған бір сөзіңізді жаза аласыз. Мысалы, қатысамын деген сөз жазсақ болады. Бірден өзгерді. Тура осы сияқты background color деген арқасындағы сурет, арқасындағы түсі. Мынау color деген бұл текстің түсі. Мысалы, мынау бізге ақ ұнамайды. Мысалы, қызыл қойсақ, немесе size деген бұл жаңа кнопканың ішіндегі жазудың размері, шрифттің. Шрифттар тура жаңа текст сияқты, бұның да өзінің настройкалары бар. Бары бордер жаңа рамкалар, мысалы радиус 30 шеті дөңгеленіп тұр, мына жер. Сол сияқты shadow жаңа көлеңке қоюға болады. Қалғандары анимация, оларды кейін түсіндіретін боламын. Міне button'ды енді қараңыздар, мына button басқан кезде қандай ссылка бар? Ол жерге caption астына URL деп тұр. Осы жерге өзіңіз ссылканы қоямыз. Мысалы, Google-ға бару керек болса, например, Google дейміз. Мысалы, tilde дейік. Tilde, осы жерде мына жоғарыда тұр ғой. Tilde деген. Осы ссылканы алып, мына жерге ставить деп қоясыздар. Осы ссылка, яғни тексеріп көріңіздер. Save close дейсіздер, қатысамын басқан кезде ол tildeның сайтына өтеді. Яғни сіз қандай ссылка бересіз, соған өтеді. Ары қарай buttonмен таныстық. Оларды мен өшіре тұрайын. Сурет тұра тұрсын. Келесі міне видео. Видео, ол жерге сіздер екі видео сала аласыздар, YouTube-дан немесе Vimeo-дан. Мысалы, мына жерге сіздер қараңыздар, YouTube дейсіздер, таңдайсыздар, мына жерге соның ссылкасын қоясыздар. Немесе Vimeo деп таңдайсыздар, соның ссылкасын қоясыздар. YouTube-па енді мына жерге автоплей, яғни сразу сайт ашылған кезде өзіне өзі ойнап кетсін ба, дауысы қосылып тұрсын ба, қосылмай тұрсын ба, мьют деген дауысы керек емес деген сияқты. Мысалы, луп айналуы, қай секундтан бастасын, қай секундта бітсін. Cover image деген обложкасы, мысалы, YouTube-да білесіздер, обложкаларды солай обложка қойып қоюға болады. Мынау жаңа прозрачность, көрінбей тұрсын ба, градустың айналу, тура жаңағыдай бұның настройкалары бар. Барлығында стандарт настройка көбісі. Главный, бір-екі өзінің әрқайсының ерекшелігі бар. Міне видеоның ерекшелігін көрсеттім. Келесі, видеоны мен өшіре салайын. Ссылка арқылы қоясыздар. Келесі, tooltip деген подсказка. Именно, мысалы, бір сурет тұратын болса, сондай бір сурет тұр, суреттің үстіне подсказканы қойға болады. Арқасына қойып, мысалы, мына жерге қойып қояйық, мысалы,
бүйтіп мысалы үстіне қояйық. мынаны қараңыздар, үстінен шығару үшін arrange дейсіз, төбесінен шығарасыз. мысалы мынау жақындап барған кезде, бүйтіп жақындаған кезде бүйтіп save дейді. қазір міне бүйтіп басқан кезде подсказка шығады төбесінен, төбесіне сөзін өзіңіз өзгерте бересіз. мынаны аласыздар да, мына жерде түсін өзгертуге болады, немесе иконка қоюға болады. мысалы мына жерде дайын иконкалар өзінің телден, плюс мысалы сұрақ белгісі, жаңа камера, немесе өзіңіздің иконка image файл деп ішінен не қыласыздар, любой бір сурет қоясыз. мысалы мен мысалы жаңа қызды иконканың ішіне сүйдіріп қоюға болады. мысалы кішкентай осылай болып тұр. немесе мысалы инстаграм, әртүрлі именно подсказка ретінде да бұл. жақындаған кезде үстінде подсказка шығып тұрады. немесе мына суреттің өзін сіздер обрезка, текст жазып, бояп, сызып, яғни телданың өзінде жұмыс жасай аласыздар суретпен. мынаның бәрі жаңа көрсеткендей, мысалы форма қоюға болады. келесі нәрсе форма деген мысалы өзіңіздің данныйларыңыз қалдырыңыз деген сияқты әртүрлі мына формаларын да бәрін өзгертуге болады. мысалы қараңыздар, мына жерде екі форма бар, поле. бір мына your email деп тұр, email және your name деп екеу. енді барлығын біз мына жерден settings ішінде input fields деген бар. соның ішінде мысалы біріншісі типі қандай, email жазып па, номер жазу керек па, ат жазу керек па, мысалы бір линия жоқ көп линия текст жазу керек. мына жерін таңдайсыздар. мысалы drop down таңдау ішінен сұрақтар, немесе файл жаңағыдай жүктеу керек па, бәрін сіздер өздеріңіз таңдасаңыздар болады. мысалы дата, туған күнің қашан деген сияқты. мына placeholder деген мысалы ішінде тұрады. мысалы ішінде бүйтіп мысал деп жазып қояйық. мысалы title деген ол аты, жаңағыдай туған күніңіз деген сияқты, туған күніңіз. save close and update. тура осы мысалы біріншін толтырғанда екіншісін де осылай толтырасыз. тағы керек болса мына астынан мынандай көрінбей тұр. қазір көрсем, мысалы туған күніңіз дата шықты. мысалы басқан кезде сіз дата таңдайтын, яғни тип сіз не таңдадыңыз. қараңыз, сіз тип дата деп таңдадыңыз, сол үшін үстін басқан кезде дата шығады. именно дата таңдау керек деген сияқты. міне енді келесі нәрсе, осылай сіз бірнеше поле қоссаңыз болады, немесе біреу ғана қойсаңыз болады, сіз өзіңізге байланысты. менде мына жерге көрсетілген міне adds input field деген осыны басасыздар, и сөйтіп келесілерін қоса бересіздер. енді мына кнопканы мына жерге button деген ішінде, мысалы қараңыздар, title submit деп тұр. осыны өзіңізге басқа бір сөз жасаңыз, тіркелу, мысалы кез келген сөз жасаңыз болады. мынау кнопканың суреті, мынау арқасындағы суреті, осылай өзгерте бересіздер. енді қараңыздар, осы информация бір жаққа бару керек. ол қайда барады, оны сіз өзіңіз таңдайсыз. мысалы services деген басасыз, input fields деген астында. осының ішіне тильданы connect деп шығарып береді. connect деген кезде сізге мысалы сіз почтаға жіберуіңізге болады, немесе Google таблица, Telegram, Trello, жаңа CRM управленияларға, жаңа системаларға жібере аласыз. енді мына жерде неше түрлі рассылкалардың түрлері бар. Get response, жаңағыда басқа SendGridпен, жаңа барлығымен, жаңа Facebook API-ға қайсына керек солай жібере аласыз формадағы данныйларды. енді форманы түсіндік. келесі нәрсе, ол бізде галерея деген, ол слайдер. сіз мына үлкен слайдер істеп қойсаңыз болады өзіңіздің жаңа страницаңызға. міне мына слайдер қараңыз, мына жерде екі сурет. сіз бұл жерге бірнеше 3 сурет, 4 сурет жасаңыз болады, немесе қараңыз, мен жаңа фиолетовый суретті қояйын. міне енді 3 сурет қараңыз, келесіні ауыстырған кезде, мысалы save
дейміз. Қараңыздар, мына жерге слайдер бүйтіп бассаңыздар, 3 суретмен жаңа фиолетовый суретін қостыру. Немесе ұнамаған суретті алып тастауға болады. Былай жылжысаңыздар өзгереді слайдер. Бұның размерінде үлкейтуге болады. Бұның да тура жаңа алдыңғылар сияқты настройкалары бар. Өзіңіз ыңғайландырып қойып аласыз. Мысалы, бүкіл страницаға жететіндей қылса да болады бұларды. Мысалы, былай қойса болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарап. Мысалы, телефонға әрқайсына бөлек жасайтын боласыз, оны алда түсіндіретін боламын. Жалпы осы Тильдадағы жұмыс орны осы инструменттер пайдаланып әртүрлі сайт жасауға мүмкіндіктер бар. Бір айтатын нәрсе, мысалы, біз мына жерге мынандай текст деген таңдайық. Мысалы, бір страница болады, осыны біз контентін өзгертіп жасаймыз ғой, бірақ тура осыны біз zero блокқа ауыстыра саламыз. Мысалы, мына жерден текст емес, мысалы, мүмкін былай жасақ болады. Обложка дейік. Мысалы, біздің мынандай көп элементтері бар, заттар бар, бірақ бізге бір-екі жер ұнамады, соны өзгерту керек. Мысалы, мынаны алайық. Мынандай бар. Осыны аламыз да, настройка деген жерден конвертировать zero блок деп басқан кезде, полностью zero блокқа ауысып кетеді. Енді бұны сіздер zero блок арқылы былай суретті өзгертіп, өздеріңіз ыңғайларыңызға қойып істей аласыздар.